Түркістан облысындағы медициналық ұйымдардың коронавирус инфекциясының ықтимал екінші толқынына дайындық жұмыстары үш басым бағытта жүргізілуде. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Арман Сәбитовтің өңірдегі барлық медициналық ұйымдардың бас дәрігерлерімен кездесуінде айтылды. Облыста емдеу мекемелерін төсек орынмен толық қамту, материалды техникалық базасын нығайта отырып, дәрі-дәрмек пен қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі күшейтілген. Қазіргі таңда облыстағы медициналық ұйымдар 2 айлық дәрі-дәрмек қорымен және медициналық құрал жабдықтарымен толық қамтамасыз етілген. Емдеу мекемелерінің бірінші басшылары ретінде сіздер алдағы уақытта медицина қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін арттыруда, арнайы оқытулардан өткізуді барынша қадағалауларыңыз қажет деді облыс әкімінің орынбасары Арман Сәбитов. Облыста барлығы 20429 медицина қызметкері еңбек етеді. Олардың 5000-нан астамы дәрігерлер, 18233-і орта буын медицина қызметкерлері. Биыл 1,5 мың дәрігер түрлі бағыттар бойынша Ресейде біліктіліктерін арттырып, тәжірибе алмасқан. Жиын барысында облыс басшылығы шекаралас аудандарды басты бақылауда ұстауды жүктеді. Алдағы уақытта аудан әкімдері мен медицина қызметкерлердің басшыларымен бірлесе онлайн форматта өзекті мәселелерді ортаға салып шешу жолдарын қарастыру көзделген. Алтынай Өтебек, Әділбек Сұлтанхан, RTV жаңалықтары.